Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, қазіргі таңда хит болып жатқан клубника шоколад рецептін ұсынамын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай ыстық суға немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Мен осылай ыдысымызға суымызды құйып, қайнап тұрған суымызды құйып, үстіне шоколадымызды қойып, жақсылап ертіп аламыз. Содан соң градусын өлшейтін боламыз. 42 градуста ертіп аламыз. Содан соң 37-36 градусқа суытамыз. Сол кезде құлпынайларымыз қалың, шоколады қалың болып кетпей, әдемі болып шығады. Сол себептен градусын өлшейтін боламыз. Міне молочный шоколадымыздың градусы 37 болды. Шоколадты батыра берсек болады. Ақ шоколадымыздікі әлі 39. Бұны суыту керек. Молочный шоколадымызға клубникаларымызды батыратын боламыз. Осылай шпажканың көмегімен немесе былай өздеріңіз клубниканың өзінде батыра берсеңіздер болады. Осылай жақсылап батырып болғаннан соң сілкіп аламыз. Енді бетін неше түрлі сәндей берсеңіздер болады. Арахиспен, вафельный крошкамен, кокоспен, өздеріңіз қалауларыңыз. Міне енді кезекте ақ шоколадымызды суытып алдық. Енді осылай барлығын батыра берсек болады. Шоколадтың қандай түрін пайдалансаңыздар да болады. Плиточный шоколад болсын, немесе осындай килограммдық шоколадтар болсын, өз қалауларыңыз барлығын пайдалана беруге болады. Бірақ осы Callebaut бельгийский шоколадты градусын өлшеу керек. Қазіргі кезде шоколадтардың түрлері өте көп. Сол себептен де қандай шоколадпен жасасаңыз да болады, бірақ міндетті түрде осы бельгийский шоколадтың градусын өлшеу керек. Бұл жерде менде молочный шоколад 130, ақ шоколад 130 граммнан 260 грамм шоколад кетті, пайдаландым. 26 штук
клубникаға жетті. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Өз қолдарыңыздан жасап көргенге жетпейді. Сол себепті үй жағдайында балдарыңызға жасап ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен клубникаларымыз дайын, ас болсын.